Сәлем, достар! Сіздермен бірге біз Бір балалары YouTube каналы. Мен Үнжу және менің сіңілім Маршан. Бүгінгі видеода сіздерге өте керемет лайфхак көрсететін боламыз. Маржан, ол қандай лайфхак екенін айтайын. Сіздер киндер сюрпризді жақсы көресіздер ме? Комментке жазып кетіңіздер. Мен қатты жақсы көремін. Маржан, сен ше? Мен де. Осындай киндер сюрприздің сары жұмыртқаларын сіздер қоқысқа тастайсыздар ма? Тастамаңыздар. Сары жұмыртқасын алып аламыз. Ол кезде сіздерге ата-аналарыңыздың көмек керек. Өйткені сіздер осылай тесіп аласыздар. Және де осыған щеткаларды салып қойса, щеткаларыңыз кірленбейтін де болады. Міне осылай ашып жабылғанға достар, міне біз осылай щеткамыздың басын осы жерге кигізіп қоямыз. Сіздерге бұны қалай кигізу керек екенін көрсетейін. Мә, достар, қарасаңыздар, осындай новый тіс щеткасы. Айтпақшы, сіздерге айта кететін тағы да бір жаңалық. Тіс щеткасын адам баласы 3 ай ғана қолданып, жаңа тіс щеткасын ауыстыру. Unpacking check. Осындай әртүрлі цветтер. Мынау розовый екен. Мынау сары, мынау көк, мынау да көк түсті, мынау розовый. Ал енді сіздерге бұларды қалай кигізу керекенін көрсететін болады. Бірінші, осылай қақпақты ашып аламыз да, бұлай тіс щеткасын салып аламыз. Армандай көмектесіп жатыр. Осылай салып қойғанға ыңғайлы болады. Достар, бұл жеке киген үшін өте пайдалы. Және де осылай щеткалар бір-біріне жабыспайды. Бұл қалпағы қорғайды. Мә, бізге мына щеткаларда қызық болып тұр. Енді біз ашып көретін боламыз осыларды да. Достар, тағы да микрофон қолдануға болады екен іш пысқанда. Сол кезде бәрі тәтті еді. Ауылда көшенің заңы қатты еді, інікей бауырға. Маржан, сен қай түсін таңдайсың? Мен розовый. Вау, достар, қараңыздар, өте күшті екен. Мен осы түсті таңдайтын боламын. Өте керемет көрінеді екен. Маяқта көк түсі бар екен. Новый болғаны көрініп тұр. Кристалға жабысқақ сияқты болып тұр. Енді мына екеуі нұрсыламаға, еркеуанағыма, және папа мамамызға, және маған, және менің сіңіліме. Міне, вау, достар, мынау да өте әдемі көрінеді екен. Қараңыздар. Міне бұған да осылай қақпақша кигізсек болады. Міне өте ыңғайлы болады щеткасына. Міне екі розовый түс, бір золотой түс. Өте керемет көрінеді. Сіздер де осылай лайфхак жасап көріңіздер. Достар, тісімізді таза ұстап жүрейік. Сіздер де осы лайфхакты қолданып көріңіздер. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған біз бір үйдің балдары. Видео ұнаса лайк басып, подписаться етіп, комментке сіздерге ұнаса лайфхак жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.